Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Жоқ, видеоның аты жалған емес, кликбейт емес, қорықпаңыздар. Біз шынымен де Excel файлдың ішінде ойын ойнайтын боламыз. Менде әртүрлі Excel файлдар бар. Соның біреуін ашып көрейік. Қарап отырсақ, таныс интерфейс. Кәдімгідей главная вставка. Тек жаңа бір вкладка бар, 2048 деген. Бұл жерде ойынның барлық элементтері. Бұл жай ғана сурет емес, ойында шынымен ойнауға болады. 2D, 3D версиясы. Мысалы, жаңадан ойын бастайық. Көріп отқандарыңызда кәдімгідей ойнауға болады. Пернетақтадағы бағытшаларды, стрелкаларды басу арқылы біз кәдімгі 2048 ойынын ойнай аламыз. Арнайы дыбыстық эффектілер де бар. Бұның бәрін қалай жасады деген сұрақ туындауы мүмкін. Және де жаңағы 2048 менюына кіретін болсақ, көптеген жазулардың ішінде мынандай VBA деген жазуды кездестіруге болады. Бұл Visual Basic for Application деген дүние. Википедияға жүгінейік. Visual Basic for Application деген сол қарапайым Visual Basic тілінің сәл жеңілдетілген түрі. Оны біз Microsoft Office бағдарламаларынан және де AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW сияқты бағдарламалардан кездестіре алады екенбіз. Осындай ақпарат, яғни макростарды жазу арқылы Visual Basic for Application тілінде әртүрлі нәрсе істеуге болады екен. Егер осы айдар сізге қызық болатын болса, онда лайк басып достарыңызға таратыңыздар. Егер сіздердің белсенділіктеріңіз жоғары болатын болса, онда мен Microsoft Office бағдарламасының біреуінде бір қарапайым ойын жасап шығамын. Олай болса, келесі кездескенше.